адамдар әлі де келер. Мен енді қазір бүгін мына сабақта біз маркетингті талқыламаймыз. Себебі маркетинг талқылайтын сабақтар болады. Сондықтан да қазір біздер осы қысқаша енді біз қай компанияға келіп, не ұтайын деп жатырмық, не розыгрыш деген жаңағы ойлар туындайды ғой адам болған соң. Сондықтан да мен біздің мына ортамызда отырғандар әлі өзім дейтін ең бірінші кіргенде білген жоқпын бірінші маркетинг. Ең бірінші бұл компанияға келу себебіміз Римаға шампунь керек болды, маған дезодорант керек болды, шариковый. Енді қызық история болсын, бұл да бір қалып қалған. Сосын бүйтіп жүрді, супермаркетке кіріп, Рексона нелерді алғым келмейді, білем, олар химикат. Мен қазір Рексонаны қолдана отырып, мен қаныма химикат жіберем. Сосын қан, вообще адам өмірі қанда ғой, қашанғы күрессін сізбен. И так ГМО жеп атқанымыз, иә. Одан қалса жаңа химияны, жаңағы біздің мына терімізден не шығады ғой, поры ашық қой, сол арқылы бізге химия кіріп бастайды. Химический жаңа шампундармен жуып атырық, қарамаймыз, себебі арзан жатқа жүгіреміз, содан бастаймыз, шашымыз түсіп бастайды, тырнағымыз түсіп бастайды, қайдан дейсіз да. Соның барлығы уже біздің ағзамызды әбден еғып. Сөйтіп ойлап отқан, оның алдында біздің алған американский компания, Америкадан прям әкеліп берген нем бітіп, ойланып отыр едім. Қытайда болса бір жақсы, бір маркетинг зат жақсы ғой деп отыр едім. Қай жерден барып алсам екен деп. Бірақ алмай жүрмін. Себебі қойшы ағзама там химикат кіреді. Себебі адамның өмірі действительно ішкен тамағыңмен қолданған химикатың, ол сенің тағдырың негізінде. Сен қандай тамақ ішесің, солай сенің өмірің формируется. Енді бұған келісетіндер де бар, келіспейтіндер де бар. Бірақ егерде бұл зерттелмеген зат, біз психологияның тұрғысында ол өте маңызды рөл ойнайды. Сен не затпен, қандай затпен жуынасың? Соған орай сіздің де тағдырыңыз, сіздің балаларыңыздың тағдыры да солай жалғасады. Себебі не көреді бала? Ұяда не көрсең, соны ілесің. Балаға егерде сен осы бастан көрсетсең де, жоқ, біз дейтін жақсы зат алуымыз керек. Сен өзің не қолданасың? Қойшы деп, супермаркеттен түгел химикатты теріп алып келіп, алдына бір қойсаң,